Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Тақырып: Батыс Қазақстан облысында жылыту маусымындағы өрт қауіпсіздік шаралары туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Нұрсұлтан Уәлиханұлы Серіков, Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті мемлекеттік өрт бақылау басқармасы бастығының орынбасары. Ендеше Нұрсұлтан Уәлиханұлы, сөз тізгіні өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн, брифингке қатысушылар. Жалпы биыл жылыту маусымының басталуымен жылыту құралдарын, пештерді, электр жылытқыштарды және электр жабдықтарын пайдалануға байланысты өрттердің пайда болу қаупі артады. Ағымдағы жылу беру кезеңінде облыс аумағында 38 өрт оқиғасы тіркелді және осы өрттердің салдарынан бір адам қаза тапты. Жүйелі және мақсатты жұмыстардың арқасында халықты ақпараттандыру, нұсқауларды өткізу және басқа да алдын алу шаралары арқылы тұрғын үй секторындағы өрттердің саны былтырғы жылғы жылыту маусымының кезеңімен салыстырғанда 27%-ға төмендеп отыр. Өрттердің адамдардың қаза болуы мен жарақаттанулардың алдын алу және адамдардың улы газбен улануының алдын алу мақсатында 22 қазаннан бастап республика бойынша өрт қауіпсіздік айлығы басталды. Сонымен қатар департаменттің жыл сайын екі кезеңде тұратын тұрғын үй секторларын аралау жұмыстары өткізілген болатын. Ол екі кезең дегеніміз, бірінші жылыту маусымы басталғанға дейінгі 15 қыркүйекке дейін және екінші кезең бұл 15 қыркүйектен жылыту маусымы аяқталғанға дейін жүргізілетін болады. Тағы да бір айта кететін мәселе, бұл жылыту маусымы кезеңінде халықтың әлеуметтік осал топтарына ерекше назар аудару, яғни жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп әлеуметтік осал топта санаттағы тұрған 778 тұрғын үй есепке алынды қазіргі уақытта. Бүгінгі таңда олар профилактикалық жұмыспен 100% қамтылды. 2000-нан астам адамға нұсқаулықтар жүргізілді. Қазіргі уақытта бұл үйлерді қайта аралау жұмыстары жүргізілуде. Жылу пештерін нормаларға сәйкес келтіру, электр жабдықтарын пайдалану және орнату бойынша жергілікті атқарушы органдар арқылы қолдан келгенше көмек көрсетіліп жатыр. Яғни бұған тек қана жергілікті атқарушы органдар емес, сонымен қатар басқа да жаңағы әлеуметтік осал топ қызметкерлеріне қолдау көрсететін органдар болады. Сонымен қатар өткен жылыту маусымдарының тәжірибесіне сүйене отырып, профилактикалық жұмыстар жалпы автономды жылыту жүйелерімен байланысты жазатайым оқиғалар қаупі бар тұрғын үйлерде жүргізілуде. Осылайша 38 мыңнан астам үй аула аралаумен қамтылып, 91 мың адамға жуық нұсқаулық берілді. Тұрғын үй секторында анықталған бұзушылықтар барлық жерде бірдей болып кездеседі. Бұл дегеніміз жаңағы электр желісінің ақаулы күйде болуы, электр жабдықтарының дұрыс монтаждалмауынан, сонымен қатар жылыту пештері, автономды жылыту пештері және қатты отынмен жанатын жылыту пештерінің өрт қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі, осындай қауіпті факторлар жалпы ерте анықтау өте маңызды болып саналады. Ағымдағы жылыту маусымы басталғаннан бері жеке тұрғын үйлерде жаңағы айтып өткен әлеуметтік осал топ санатына жататын отбасыларына 326 улы газ датчиктарымен қамтамасыз етілді. Сондай-ақ жыл басынан бері тұрғын үйлерге 4 мыңға жуық табиғи газ датчиктері орнатылды. Қазіргі таңда азаматтарға тұрмыста өрт қауіпсіздік талаптарын түсіндірумен жеткізудің ең қолжетімді тәсілі кең ауқымды үгіт насихат жұмыстары жүргізу болып табылады. Яғни осы бағытта ағымдағы жылдың өткен кезеңінде 3000-нан аса әлеуметтік желілерде ақпарат жарық көрді. Бұл облыс тұрғындарының және қонақтарына осы қауіпсіздік мәселелерін назарына алғызу үшін осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни дөңгелек столдер, бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеу, мына қаламызда, облыс орталықтарында немесе аудан орталықтарында орналасқан LED экрандар арқылы және аудио бейне роликтер көрсету, сонымен қатар радио байланыс жүйесі арқылы құлақтандыру болып табылады. Бұдан бөлек білім беру мекемелерінің көмегімен ата-аналарға балалар арқылы жаңа WhatsApp мессенджерлері чаттарына өрт қауіпсіздігі бойынша бейнероликтер көрсетіліп жатыр. Сонымен бірге улы газбен улану фактілерін алдын алу бойынша барлық абоненттерді SMS құлақтандыру, телерадио хабарларын тарату және телерадио хабарларын
ұстап қалу арқылы тарату жүргізілуде. Жалпы түрлі ақпараттық науқандарды тұрақты өткізу жоспарланып жатыр. Онда халықтың үшін қалыптасқан жағдайға қарапайым ден қою шаралары жеткізілетін болады. Алайда енді жалпы алдын алу шараларын қаншалықты жүргізгенде дей тұрғанмен өрттердің адамдардан қаза болуы бұл жалғасын табуда. Яғни қанша жерден біздер бейнероликтер көрсетіп жаңағы осы дәріс өткізгенімізбен де жазатайым оқиғалардың болуы әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Осыған байланысты азаматтарымызға, облыс тұрғындарына өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін қатаң сақтау туралы тағы да еске салғымыз келіп отыр. Бұл дегеніміз қарапайым ережелер электр құрылғылары мен желілерін дұрыс қадағалау керек. Яғни тек жұмыс істейтін жылыту және электр жабдықтарын пайдалану керек. Бір уақытта бірнеше құрылғыны, яғни электр құрылғыларын бірнеше күн қатар пайдалануға болмайды. Қуаттылығы көп электр құрылғының, яғни бұл дегеніміз электр сымдарының қысқа тұйықтауына алып келеді. Қатты отынмен жағатын жылыту пештерінің мұржаларын әрдайым тазалау керек, және мына жылыту маусымы басталатын уақытта қысқы кезеңге дайындық ретінде автономды жылыту пештерінде техникалық байқаудан өткізген абзал. Бұл жыл сайынғы жасалатын қарапайым қауіпсіздік ережелері болып табылады. Бұдан бөлек пештің жанында және оның қастарына үйдің заттарын, жеке заттарды қоюға немесе кептіруге тыйым салынады. Сөндірілмеген темекі тұқылы мен сіріңкенің өзі де үлкен өрт қауіпке әкеліп отыр. Осы баяндамамызды аяқтай келе облыс тұрғындарынан сұрайтынымыз, балаларды жалғыз қалдырмаңыз, сіріңкемен ойнауына жол бермеңіз, сонымен қатар барлық электр құрылғыларын үйден шыққан уақытта өшірулеріңізді сұралады. С наступлением отопительного сезона возрастает риск возникновения пожаров, связанных с эксплуатацией отопительных приборов, печей, электронагревателей и электрооборудования. В текущий отопительный период на территории области было зарегистрировано 38 пожаров, на которых погиб 1 человек. Благодаря системной целенаправленной работе по информированию населения проведены инструктажи и превентивные меры. Удалось не допустить рост пожаров в жилом секторе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось на 27%. При этом число погибших увеличилось на 1 случай. В целях предупреждения пожаров, гибели и травмирования людей, а также предотвращения отравления людей угарным газом с 22 октября текущего года по республике стартовал месячник пожарной безопасности. Также департаментом ежегодно в 2 этапа проводятся профилактические мероприятия с населением с проведением подворовых обходов жилого сектора. Первый этап — это у нас до 15 сентября, подготовка к отопительному периоду с 15 августа до 15 сентября. И после 15 сентября проводится второй этап и до завершения отопительного периода. Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения. Совместно с местными исполнительными органами на учет взяты 778 жилых домов, где проживают социально уязвимые слои населения. На сегодня они охвачены профилактической работой на 100% и проинструктировано более 2000 граждан. В настоящее время проводится повторное посещение этих домов, оказывается помощь по приведению в соответствии с нормой отопительной печи при монтаже и технической эксплуатации электрооборудования. Кроме того, на основании опыта прошлых отопительных периодов работа охватывается жилые дома, наиболее подверженные риску от несчастных случаев, связанных с автономным системой отопления. Так, по дворовым обходам охвачено свыше 38 тысяч домов, проинструктировано порядка 91 тысяч человек. Нарушения, выявленные в жилом секторе, практически везде одинаковые. Это неисправные электросети, отопительные печи, неочищенные дымоходы и немаловажную роль в обеспечении безопасности раннее обнаружение опасных фактов играет установка пожарных датчиков. С начала текущего года, с отопительного периода, у нас в индивидуальных жилых домах установлено 326 датчиков угарного газа. Также с начала года в жилых домах установлено около 4000 датчиков природного газа. Наиболее доступным способом доведения до граждан требования пожарной безопасности в быту
остается проведение масштабной агитационной профилактической работы. За истекший период текущего года в рамках данной работы в средствах массовой информации проведены 3000 выступлений. В социальных сетях опубликовано более 1500 статей. Среди населения организации области проведены более 600 лекций и сходов. Также по области транслируются обучающие аудио и видеоролики с применением LED-экранов, громкоговорящих устройств в местах массового пребывания людей. С помощью учреждения образования распространяются видеоролики по пожарной безопасности в родительские чаты на мессенджер WhatsApp. Вместе с тем, в целях профилактики пожаров, факторов отравления угарным газом на территории области проводится агитация посредством СМС-оповещения. Перехват каналов телерадиовещания, охватывающих всех абонентов области. В целом планируется регулярное проведение различных информационных кампаний, где для населения будут доведены простые меры реагирования на сложившуюся ситуацию. Однако, несмотря на проводимые профилактические меры, пожары с гибелью людей у нас продолжаются. В этой связи хотелось бы обратиться к нашим гражданам о соблюдении простых правил пожарной безопасности. Следите за исправностью электрических приборов и сетей. Используйте только исправное отопительное и электрическое оборудование. Не включайте одновременно несколько приборов большой мощностью и не перегружайте электросети. Очищайте дымоходы от сажи, не перекаливайте печь и своевременно заделывайте трещины. Не сушите на печи и рядом с ней домашние вещи. Не оставляйте непотушенные сигареты и спички. Не допускайте игр детей с огнем, не разрешайте и не доверяйте детям растопку печей. Рахмет, алаңымызға келіп түскен сұрақ бар екен, қоя кетейін. Өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамаған тұрғындарға қандай шаралар қарастырылған? Жалпы мына өрт қауіпсіздігін сақтамаған тұрғындарға, яғни өрт қауіпсіздігін бұзған тұрғындарға бұл әкімшілік құқық туралы бұзушылық туралы кодекстің 410 бабы 1 тармағы бойынша әкімшілік жаза қолданылады. Ескерту ретінде, егер бірінші рет бұзған болса, бұдан бөлек қайталанатын болса екінші рет, бұл жағдайда жаңағы 10 айлық есептік көрсеткішпен әкімшілік жаза қолданатын болады. Рахмет, Нұрсұлтан Уәлиханұлы, алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.